Баршаңызға қайырлы күн. Кеше айтып жатсыздар, өтірік айтып жатсыз, өтірік деп. Егер мен әулие емеспін ғой, бәрін ойдан шығаратын. Әлеуметтік желіде барлық нәрсе салынған, барлық нәрсе алынған, даже мөлдірдің өзі ол нәрсені растап отырған нәрсе болғаннан кейін шығарып жатырмын. Қазір халықтан жасыратын ештеңе қалмады, сөздің шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік, халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңағы өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Бұл кісі ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға кеп жатыр. Тәй басып шала береміз, айналып кеп шала береміз. Тағы 40 жыл қызмет етуге дайынмын. Сосын демаламыз. Мың жерден тоқалы болса да, күйеуін жақсы көріп қызмет етіп жүрген Мөлдір ханымды осы қырынан тануға болады, күйеуін қатты жақсы көретіндігін. Енді бұл Тұрсынбектің тоқалы 97 жылғы деп жатыр, және бір баласы бар екен. Оны барлығы әлеуметтік желіден көрсеңіздер болады, жарысып жасып жатыр. Бұндай ақпаратты Мөлдір ханымның өзі беріп жатыр. Бір өсекші де ойлап қаласыздар, ешқандай өсекші емес. Барлық ақпараттарды өздері тарады, өздері беріп жатқаннан кейін осылай әлеуметтік желіге шығып жатыр. Осыдан көрем, шықпаса мен жақсы көрмейсің. Номер болады екен. 14. Білмесің өзге бақытыныш бізде арамызда қалсын бәрі. Өмірде бәрі күшті болады. Жаным, жылама. Жыламаш. Енді жылатасың қазір. Азын аулақ. Сынақ. Ауырып тұр, білем. Бірақ Алла тағала бәрін реттейді. Жылама.